Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Дара KZ. Бүгін біз әдеттегідей әдіс-тәсілдердің түрлерін білетін боламыз. Ол үшін ең алдымен каналға жазылып, қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар. Екі дұрыс, бір бұрыс тәсілі. Мақсаты оқушының ойлау қабілетін дамыту. Ережесі: өткен тақырып немесе үй тапсырмасы бойынша екі дұрыс, бір бұрыс жауабы бар тест құрап жұптық жұмыс немесе топтық жұмыс жасауға болады. Мысалы, Нұр-Сұлтан қаласы оңтүстік Қазақстанда орналасқан. Дұрыс емес жауап. Жер шарында 4 материк бар. Дұрыс жауап. Қазақстан жер көлемі бойынша 9-шы орында. Дұрыс жауап. Яғни көріп тұрғандарыңыздай бір бұрыс және екі дұрыс жауап бар. Осылай өз тақырыбыңыз бойынша өз сабағыңызға қолдана аласыз. Жалғасын тап, сергіту сәті. Мақсаты оқушыны жылдам ойлауға баулу. Ережесі: сөйлемнің басы жазылған парақшаларды оқушыларға таратасыз. Олар ойды жалғастыру үшін сөйлемді толықтырып айтады. Бұл әдісті жаңа сабақты бекітуге немесе үй тапсырмасын сұрау үшін пайдалануға болады. Мысалы, дискриминант тең, оқушы параққа жазып толықтыру керек. Дискриминант тең b2 азайту 4асы. Немесе химия пәні бойынша тотықсыздану, тотығу, тотықсыздану реакциялары барысында оқушы жалғастырып жазу керек. Яғни, тотықсыздану, тотығу, тотықсыздану реакциялары барысында атомның, молекуланың, ионның электрон қосып алу процесі. Дәл осылай өз пәніңіз бойынша жасауыңызға болады. Шабадан ет тартқыш қоқыс жәшігі әдісі. Мақсаты тақырып бойынша оқушылардың пікірін анықтау. Ережесі: тақырып бойынша алған керекті ақпаратты чемоданның тұсына жазады. Ал әлі де оқуым керек, толықтыруым керек дегендері болса, онда оны ет тартқыштың тұсына жазады. Сонымен қатар керек емес болған артық дүниені қоқыс жәшігінің тұсына жазады. Яғни ең алдымен осы 3 суретті шығарып алуыңыз керек. Чемоданның, ет тартқыш, яғни мясорубканың суреті және қоқыс жәшігі, яғни экрандағыдай қара шелекті осылай шығарып алуыңызға болады. Сосын сабақ біткеннен кейін сабақты қорытындылау үшін кері байланыс рефлексия ретінде оқушыларға стикерлер таратып беріп, балалар бірінші чемоданға біз ең керекті бүгінгі сабақтан үйренген ақпараттарды, мәліметтерді жазайық. Ал екінші мынау ет тартқышқа ол жерге кішкене түсініксіз болған, әлі де үйренуім керек деген мәселелерді осы ет тартқыштың тұсына келіп жабыстырайық дейсіз. Ал мынау қоқыс жәшігіне сабақта керек емес болған артық дүниені, яғни мысалы өте шулы болды сынып, шулы болды. Осыны келіп қоқыс жәшігінің тұсына жабыстыруларыңызға болады деп түсіндіресіз. Оқушылар стикерге жазып осылай жабыстыра алады. Экранда көріп тұрғандарыңыздай менің тәжірибемде осылай жүзеге асты. Осылайша мұғалім өткен сабақтан қандай білім алғанын біле алады оқушының. Міне достар, бүгінше осындай әдіс тәсілдердің түрлері, сергіту тәсілдерінің түрлері болды. Болашақта тағы қызықты әдіс тәсілдер шығаратын боламын. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар.